Сәлем балалар, жағдайларың қалай? Кешегі сабақ оңай болды ғой деп ойлаймын. Бүгін біз грамматикадан to be-ді өтеміз. To be дегеніміз ағылшын тілінде болу деген мағынаны береді. Енді біз жіктеу есімдігімен мен, сен, ол деген сияқты және to be-ді өтетін боламыз. Енді қараңыз. Ағылшын тілінде мен деген I болады. I-дің to be am, яғни I am. Мысалы мен to be-ді қай кезде қолданамын? Менің өзімнің мамандығымды айтқан кезде және өзімнің кім екенімді айтқан кезде, мысалы мамандығымды айтайық, мысалы I'm a teacher, мен мұғаліммін. Көрдіңіз ғой, to be-ді қолданып тұрмын. Одан кейін екінші жағдай, мен өзімді кім екенімді айтқан кезде, мысалы I'm Айбек, I'm John деген сияқты, мысалы. Одан кейін үшіншісі өзімнің жасымды айтқан кезде, мысалы деген, менің жасым мысалы 28-де, I'm 28. Немесе мен қай жерде екендігімді айтатын болсам, I am at home, яғни мен қайдамын, үйдемін деген мағынада. Сондай дүниелерде не істейміз? Немесе менің качествомды, менің сапамды айтатын болсақ, менің бойым ұзын, қысқа, әдемі емес деген сияқты. Мысалы, I am handsome десең, мысалы жігіттерге байланысты әдемі дегенде handsome деп қолданады. Қыздар болса beautiful. Сондай мағынада қолданады. Сол үшін де қазір to be-ді өтеміз. Дайын болыңыздар. Кеттік. Енді былай. I am. Яғни мысалы мен дейтін болсаңыз I am. Яғни I-дің to be am. Мысалы I am a teacher. Мен мұғаліммін. Енді you-дің to be are. You are, мысалы айтайық, a student. Яғни сен студентсің. Осы жерде қарасаңыздар, a student деп тұр ғой, студенттің алдында a тұр. I am a teacher-де a тұр. Ол не үшін тұр? Оның тұрудағы мақсаты біреу дегенді білдіреді. Яғни мен бір оқушымын. Яғни көп емес, бір оқушымын деген мағынаны береді. Яғни a-ның тұрудағы мақсаты біреу екендігін білдіріп тұр. Енді ағылшын тілінде ұлдарға байланысты he дегенді қолданады, all дегенді, on дегенді, орыстарда on дейді, қазақтарда all деп қызғадауға да қолданады ғой, бірақ ағылшындарда he деп қолданады ұлдарға. He-дің несі to be is болады. He is a teacher, немесе he is an engineer. Байқасаңыздар, he is an engineer деген кезде engineer-дің, яғни инженер сөзінің алдында не тұр? N тұр. Не үшін? Өйткені сөз егер дауыссыздан басталатын болса, оған n болады алдында, дауыссыздан басталатын болса a болады. Естеріңізде ме, мектеп кезінде an apple деп өтетін қоя. Не үшін? Өйткені бір алма деген дауыс үшін a apple болмайды, өйткені a деген дауысты. Сол үшін де ол n мен басталады. Соған мән берейік. Егер ол алмалар көп болатын болса, an apple болады да, біреу болса. Егер көп болса, apples болады, n деген болмайды. Онда apples, яғни s жалғайсыз. Жалпы солай. Енді кеттік, енді he-дікі to be is болды. She деген қыздарға байланысты қолданады. Оны не болады? Әйелдерге байланысты, қыздарға, әйелдерге байланысты to be де is болады. Яғни, мысалы, she is бір нені айтып көрейік, мамандықты айтып көрейік. A waitress. Мысалы, she is a waitress. Waitress деген официантка деген мағынаны береді. Waitress, официантка. She is a waitress. Ол официантка болып, даяш болып қызмет атқарады деген мағынаны береді. Енді заттарға байланысты егер зат біреу болатын болса, it деп қолданады. Көпше болатын болса, they деп қолданады. Есте сақтайық. Сонда it болса, it-тің to be is болады. Сонда it is. Мысалы айтатын болсақ, мысалы көрейік. Мысалы, телефон, it. Мысалы, it is a phone. Яғни бұл телефон деген мағынаны беріп тұр. Яғни it's a phone. Яғни заттардың барлығын аласта it-ті қолданып, не істейсіз? To be жасасақ болады. It's a phone, Окей. Енді ағылшын тілінде біз деген we болады. We деген біз. Яғни to be are болады. We are. Мысалы, сіздер айтатын болсаңыздар, біз студентпіз дейтін болсаңыздар, we are students. Енді осы жерде мән берсеңіздер, students-тің алдында не жоқ? Жоқ. Себебі students деген көпше мағынада тұр. Көптікте жалғанады, бірақ алдында n деген артикль болмайды. Енді you деген сен, сіздер мағынасында қолдана береді оларда. You are students. Яғни сіздер студентсіздер. Немесе you are, мысалы, driver деген жүргізуші деген мағына. Сіздер жүргізуші сіздер деген мағынаны береді. Енді ағылшын тілінде олар деген қалай болады? They деген олар. Жазбаңыздар. They олар. Енді to be оның are болады. They are. Мысалы, кез келген нәрсені айтып көрейік. Мысалы, студент, мұғалім, докторды айтып көрейік. Мысалы, they are doctors. Яғни олар докторлар деген мағына. Немесе тағы сізге бір мамандыққа байланысты айтып көрейік. They are singers. Singers деген әншілер. Singer деген әнші деген мағынаны береді. Сонда they are singers. Яғни олар әншілер деген мағынаны береді. Енді сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. To be тақырыбы. Қазір сіздерге
to be тақырыбының тағы да бір қосымша сабағын берем. Сол сабақты көріп шыққаннан кейін төмендегі тапсырманы орындаңыздар.